Aslama себеттің ішінде не? Көкөністер. Көкөністер денсаулыққа пайдалы ма? Иә. Мынау не? Сәбіз. Мынау не? Қырыққабат. Ал мынау ше? Қиярдың түсі қандай? Жасыл. Ал мынау ше не? Қызанақ. Қызанақтың түсі қандай? Пішіні қандай? Домалақ. Ал мынау ше? Картоп. Аслым, бүгін біздер пиязды зерттейміз бе? Біздер бірінші пиязды қалай пайда болатынын қараймыз, я? Көмдік. Оған су құямыз. Осылай су құйып тұру керек, пияз өсу үшін, үлкен болып өсу үшін. Жарық керек пе? Күн сәулесі керек, пияз үлкен болып өсу үшін. Мынандай болып өседі. Сосын пияз біздер жаңа көмдік қой. Көмген пиязымыз осылай өседі, көк күмбек болып, сабақтары шығады. Мынандай ол сабақтары шығатын ұзын болып. Түсі қандай? Жасыл, иә. Мынау қандай пияз? Қызыл пияздың мұны көкшеуі өскен екен, жапырақтары өскен екен. Мынау ақ пияз. Ақ пиязды кесіп қараймыз ба? Осылай пиязды зерттеуге болады. Кесеміз. Ортасынан бері. Мұны көрдің бе? Мұны көк пияздар, көк сабақтар шығады. Мынандай болып мұны. Мынандай болып сабақтардың ортасынан шығады. Астында мына жерде тамыры болады. Тамыры. Мынандай ақ тамырлары болады. Құттай қандай көрдің бе? Осылар су құйған сайын асты бүйтіп өседі, әппақ болып. Соны бүйтіп кескенде пияз қандай? Ашы ма, тәтті ме? Ашы, иә, ашы. Көзің тиген жоқ? Көзің тиген жоқ па? Аслым, біздер бүгін пиязды зерттеп, қалай пайда болатынын көрдік. Пиязды біздер тамаққа қосамыз, салат жасаймыз, да? Сосын? Пияз ашы ма, тәтті ме? Ашы. Ашы.